Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өзіміздің үйімізді тазалаймыз, кірпіштері артылған соларды жинаймыз және де мусорларын жинаймыз. Соны реттеуге барлығымыз келдік. Рабочий бізде інім, менің 4 қызым, мен өзім, күйеуім, барлығымыз осы үйді реттеуге келдік. Ал жұмыс басталды. Мына менің қыздарым көмектесіп жатыр, мусорларды жинап және де артылған кірпіштердің барлығын анау ас үйіме тасимыз. Барлығымыз біртіндеп 3-4 8-9-дан барлығымыз бірге тасып тастадық. Жолдасым асарлатам, балдарды шақырам деп еді, оған мен қолымыз демалыс күні бос, сол себепті қыздар да кішкене қимылдасын, өзіміз ақ таси береміз. Қазір кімнің қолы, кімнің уақыты бос, ол да белгісіз ғой. Сонымен бір бөлмені өзіміз ақ жинап тазалап тастадық. Мына менің қыздарымның 2-2 штуктан, 1-1 штуктан тасығаны білінбейді. Ана жақта деген ағасы рет-ретімен қойып үлгере алмай жатыр ғой. Негізі балаларды жұмсаған мүлдем көзге көрінбейді ғой. Апар, алып кел деп. Мына кірпішті де тасып тастадық. Көз қорқақ, қол батыр деген осы ғой. Барлығымыз жабылып отырып, күліп ойнап тасыздықта тастадық. Келесі жолы келгенде міндетті түрде қолғап, қап, сыпырғы, күрек сияқты заттарды алып келу керек екен. Мынау інім жинаған топырақтарды, жинаған қоқыстардың барлығын қапқа салып, ендігі жолы шығарамыз. Осылайынан бүгінгі демалыс өтті. Келесі демалыс тағы да осы үйде өтеді деген ойдамын. Енді әр адамның өзінің арманы бар. Біздің жолдасымыз екеуміздің арманымыз осы үйді бітіру. Құдай қаласа көктемнің аяғында, жаздың басында Алла сәтін салатын болса, үйге ремонтты бастаймыз.